Ал бұл кісі туралы не біледі екенбіз кәні? Кәні қайсымыз бастаймыз? Кәні Жансұл айта қояйық. Білетініміз, кәні? Бұл кісі Бибігүл Ахметқызы Төлегенова. Өте тамаша. Бибігүл Төлегенова 1929 жылы 16 желтоқсанда Семей қаласында дүниеге келді. Өте тамаша екен. Ағардай кім жалғастырып, даныш жалғастырып жіберді ме екен? Ол Қазақстанның халық әншісі, ол опера актриса. Өте тамаша, опера әншісі екен. Кәні тағы кім айтамыз, толықтырамыз кәні? Дінмұхаммед айта қойшы кәні? Ол Қазақстанның еңбек сіңірген әншісі. Өте тамаша, кәні кім екен тағы да? Кәні қосамыз ба? Тағы да толық. Тамаша, кәні. Маған айта қойшы. Бұл кісі Қазақстанның ұлттық әншісі. Айта берілер, тоқталмай айта берілер. Қазақстанның ұлттық әншісі. Саяжан айтып берген. Бибігүл Төлегенова. Өзі кім екен тағы да? Әнші, опера. Опера әншісі тағы екен, иә? Өте тамаша білдіргенді. Бибігүл апамыз туралы. Кәні екінші топқа барамыз кәні. Екінші топта кәні Арайын бастап жіберген. Ол кісі Құрманғазы Сағырбайұлы. Құрманғазы Сағырбайұлы 1918 жылы дүниеге келген. Өте тамаша кәні Нұрай айтып жіберші кәні. Құрманғазы атамыз. Атақты күйші, оның күйлері көп. Адай, Сарыарқа, тағы да басқа күйлері бар. Өте тамаша Айгүл айтып жіберші кәні. Құрманғазы Сағырбайұлы сазгер, күйші, дүлдүл домбырасы. Дүлдүл домбырашы. Өте тамаша. Ол кісінің Құрманғазы атамыздан кім білім алған? Кім шәкірді? Кім шәкірді екен? Дина Нұрпейісова. Өте тамаша екен. Тамаша екен балалар. Ендеше балалар. Ендеше балалар. Осы Әбілхан Қастеев атамыздың бойында қандай қасиеттер болды? Соны қазір тақтаға бір-бірлеп білеміз, е? Кәні ортаға кім шығады, кәні? Қай топтан шыққысы келіп отыр? Кәні? Нұрасыл келе ғой. Кәні, Нұрасыл келе ғой. Мына жерден қасиеттерді көршілер. Адам бойындағы қасиеттер. Атамыздың бойында қандай қасиет болды? Қандай қасиет болды, айта ғой. Еңбекқорлық. Өте тамаша. Еңбекқорлық болды. Тамаша. Тамаша. Еңбектенді, е? Тамаша. Тағы да ғой. Ал, Думан келе қойды. Қандай қасиет болды тағы да атамыздың бойында? Білімге құштарлық болды. Білімге құштарлық болды. Өте тамаша. Үйренсем екен, оқысам екен деген. Теман қайсылыстар. Тағы да кім екен? Шахар келе қойшқан. Шахар. Келе қой. Тағы қандай болды қасиет атамыздың бойында? Талабы болды, е? Талабы болды. Тамаша. Тағы қандай қасиет болды екен тағы? Кәні Дінмұхаммед келе ғой. Шыдамдылық қасиет болды екен. Төзді, шыдады жоқшылыққа, е? Ол жоқпын, мен жетіммін деген жоқ. Ол қалпында, е? Шыдады. Ендеше бізде қалған енді қасиет мақтаншақтық, еріншектік деген болды ма? Болған жоқ, е? Бұндай қасиеттердің бәрімізде бойымызды аулақ ұстайық, е? Талапшыл болайық, еңбекқор болайық, білімге құштар болайық, ізденушілігіміз болсын, е, балалар? Балалар, бүгінгі өнерінің өрісі кең тарауымызға байланысты кәсімдерге сәйкестендіру, яғни жұппен жұмысты таратып беремін. Сол жұмысты не істейміз? Жұп боп орындай береміз. Ақылдасып, қастарынан жұптарымен ақылдасып, ойланып, сәйкестендіріп Қазір балалар көрейікші.
Ойланып, сәйкестендіреміз, е? Кән? Мұхамбет кән, Саяжан кән? Аяқтадық па? Өте тамаша екен, кән тамаша екен. Жақсы, екеуі жақсы орындап деді Мұхамбет, Саяжан. Кән? Шұғыламен думанды көрейікші бұл. Өте тамаша. Кән? Қасым мен Жаншылды көрейікші. Тамаша. Тамаша кән? Қасым өзің ойын қос. Ойынды қосып отыр. Қаяғын. Өте тамаша. Кән болдық па, кән? Арайдың, кән, Нұрасыл. Болдыңдар ма? Өте тамаша. Кән біреуіміз оқып жүрмекті. Нұрай, оқып жіберші кән. Кән, Ыбырайдың Сәлемі суретті кән көрсетіп жіберші кән. Дұрыс. Ыбырай Алтынсарин 1841-1889 Қазақстан аса көрнекті ағартушы, педагогы, жазушы екен, е? Ендеше бүгінгі сабағымыз осы ұлы тұлға өмір жолына арнаған Қадырбек Сегізбайұлының жазушы журналист 1941 жылы Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Жарсу ауылында дүниеге келген. Қойнаудағы ауыл, жол, біз қалада тұрамыз, жылдың ең қысқа күндері, тағы басқа кітаптардың авторы. Қадырбек Сегізбайұлының жаңағы шығармасының бірі осы құмға салған сурет шығармасымен бүгін танысады екенбіз. Ал балалар, түсіндік па? Оқыдық па? Ендеше түсінгенімізді автор орындығына шығып, орындайды, е? Бәріміз оқыдық қой, е? Ендеше басын кім бастайды? Кән бірінші топ бастайды екен. Алдынан бастай қой. Бар автор орындығына отырамыз. Әке-шешеден ерте айырылған жетім бала тіршіліктің тауқыметін көрді. Оның елдің балалары хаттанып сабақ оқығанда оның бәр білгені сұқ саусағымен құмға сурет салу. Өте тамаша. Арай кән кім жалғастырады кән? Осыны арай кім жалғастырады? Кән Жансу айтады. Бала әкем Қасим марқұм қой сарында жүрген момын кісі еді. Мынауың біз білмеген, кәсіп қылып айналысып көрмеген өнер екен деді. Әбілханның қолынан жасаған мүсіндерін көрген Тіркебай деген қартысты. Жетім бала өзінің машықтанып істеп жүрген ісіне бірінші рет қолдау естіді. Өте тамаша. Кән тағы да ғана жалғастырамыз кән. Саяжан, алай бол келе ғой. Арай жалғастырып жібер мәтінді. Не түсіндік? Атажан сұрай келдім. Оқысам білсем деген талабым бар, бірақ жетімдігім мені соңымнан жібермейді дейді. Қарт кісі саусағымен сипалап ойға батты. Япырмау, сен маған алыстан келдің. Арайдың айта байтқан. Жалғастыр жібер. Арайдың. Япырмау, осынша жыл бойы әркімнен сұрақ естіп келіп едім, бірақ мұндай сұрақ естімеп едім. Сөйтіп, Әбілхан Жаркент қаласына шежіре қарт берген азғантай қаражатпен барады. Хат оқи алмайтын білімі жоқ балаға оқу табу қиын болды. 1929 жылы Алматы қаласына барды. Бір сыныптық білімі жоқ балаға баланың суретшінің
осылай басталды. басталды. Өте тамаша. Отыра ғой. Бүгін ендеше біздің шығармада айтылып тұрған кейіпкеріміз қай өнер иесі екен? Сонда кім болды? Ол кім болды? Как саяжыр айтып қойшы. Кім болды екен? Суретші Кім екен? Әбілхан Қастеев атамыз туралы екен бүгінгі біздің құмға салған сурет шығармамыздың кейіпкері осы кісі екен, иә? Көрдік па? Ендеше Әбілхан Қастеев туралы ниетімізді ортаға салайықшы ғана. Не білеміз екен? Жансұлу айта ғой. Әбілхан Қастеев қазақтың халық суретшісі. Халық суретшісі, қазақтың сурет өнерінің негізін қалаушы. 1904 жылы дүниеге келген. Өте тамаша. Қазақтың сурет өнерінің негізін салушы